Ата, мен атымды өзіңіз қойыпсыз. Неліктен мен атымды Ерман Жүрсін деп қойдыңыз? Маған қызықты. Мен Жүрсін Ерманмын, сен Ерман Жүрсінсің. Жүргізуші орында отырған кезде сағынасыз ба? 40 жыл, 50 жыл осы қазақтың айтысын басқардым. Сіз өз немерелеріңізге ертегі оқып бересіз бе? Олар менің ертегі оқуыма жары болмай өздері оқып алады. Болашақта балалар айтысы қандай деңгейге жетсе дейсіз? Көптеген талантты балалар шығып келе жатыр, таңдай қақтыратындай. Үйде қандай айтасыз? Немерелеріңізге қаталсыз ба, әлде керісінше көп еркелетесіз бе? Балалар жақсы көремін, еркелетемін. Бір кездері айтыста өтірік айтыс деген болды. Сіз өміріңізде өтірік айтқансыз? Өтірікті айтамын ба, айтпаймын ба, ол белгісіз нәрсе ғой. Сәлем достар, қалдарың қалай? Бүгін біздің бағдарламамыздың қонағы Жүрсін Ерман ата. Қош келдіңіз ата. Рахмет. Ассалаумағалейкум ата, қалыңыз қалай? Алейкум, жақсы. Ата, күні кеше еліміз үшін қасиетті тәуелсіздік күнін атап өттік. Бұл күннің қадірін жас ұрпаққа түсіндіріп берсеңіз. Енді бұл біздің ең басты мерекеміз. Тәуелсіздіктен қадірлі, тәуелсіздіктен қасиетті, тәуелсіздіктен қастерлі ештеңе де жоқ бізде. Сондықтан оны бұл күнді құрметтеу біздің үлкеннің де кішіміздің де бәріміздің борышымыз. Кешегі 86 жылғы желтоқсанда жеңіп алған тәуелсіздігіміз ғой, бұл қанмен келген, аналардың көз жасымен келген, құрбандықпен келген мереке. Сондықтан да бұл күнді біз бәріміз үнемі аса күтеміз, құрметтейміз. Сіздің отбасыңыз тәуелсіздік күнін қалай атап өтеді? Отбасымыз осы қазақтың қай отбасы қалай атап өтсе, дәл солай атап өтеді. Біз үшін де бұл өте құрметті мереке. Үйімізде ең болмағанда 7 шелпек пісіріп, аруақтарға арнап, Құран бағыштап, солай қарсы мен кеше үйде болған жоқпын, Астанада жүрдім. Бірақ солай болғанына кәміл сене бер. Ата, мен атымды өзіңіз қойыпсыз. Неліктен мен атымды Ерман Жүрсін деп қойдыңыз? Маған қызықты. Сенің атыңды мен қойған жоқпын, сенің атыңды әкең қойды. Әкең менің бауырым ғой. Сондықтан менің балам сенің есіміңді арқалап жүрсін деп сені Ерман Жүрсін қойды. Мен Жүрсін Ерманмын, сен Ерман Жүрсінсің. Солай. Ата, сіз ақынсыз, және жюри қазы алқасындасыз. Сіздің ең алғашқы жазған өлеңіңіз кімге арналған? Ең алғашқы өлеңді мен осы сендерден де кіші кезімде, бала кезімде жаздым. Ондай бір мықты өлең жазылған жоқ. Сатиралық сипаттағы өлең жаздым. Ата, сіз қазір айтыс жүргізіп жүрген жоқсыз, көбіне қазылар алқасындасыз. Жүргізуші орында отырған кезде сағынасыз ба? Енді сағынам деп айта алмаймын, мен аз жүргізуші болған жоқпын ғой. 40 жыл, 50 жыл осы қазақтың айтысын басқардым, жүргіздім, ұйымдастырдым. Енді уақыт келді, мен орнымды өзімнің шәкіртім айтыскер ақын Аманжол Әлтайға бердім, сол басқарады. Мен қазылар алқасының төрағасы болып жүрмін көбіне. Осындай. Өзіңіз Ұлытау ауданында туып, 40 жылдан астам Алматыда тұрдыңыз. Қазір біз сізден Астанада сұхбат алып отыр. Сізге қай қала көбірек ұнайды? Маған 40 жыл тұрғаннан кейін Алматыны айт. Алматы тұруға қолайлы, жайлы, жайдары қала ғой. Алматы жастардың қаласы. Астана болса ол көбіне чиновниктердің, іс басындағы адамдардың тұратын өмір сүретін жері. Сондықтан маған Алматы көбірек ұнайды. Алматының басты артықшылығы, жүрегіңізге ерекше орын айтып бере аласыз ба? Менің жастық шағым Алматы қаласында өтті. Студенттік кезім, онан кейін Алматы жоғары партия мектебінде оқыдым. Соның барлығының естеліктері Алматымен тығыз байланысты. Осы жерде балаларымызды өсірдік, тәрбиеледік, оқуға түстік, оларды оқыттық, тәрбиеледік. Сол жөнінен Алматы біздің көңілімізге ыстық қала. Кішкентай кезіңізде сіз мультфильм көрген шығарсыз. Солардың ішіне сізге қатты әсер еткен Мен мультфильм көрген жоқпын, сендерге ұқсап. Мен алыс ауылда өстім, құмның ішінде. Қайдағы мультфильм телевизорда жоқ, радиода да жоқ. Кітап оқыдыңыз ба? Жауап бере алмаймын. Көбіне көп оқитыным кітап болды.
кітаптардың ішінен бір кейіпкер бар. Мектептің кітапханасын оқып тауыстым. Шағын мектеп қой, 8 жылдық. Сонда қазақша кітаптың бәрін оқып тауыстым. Қасым Қайсеновтың партизандық кезіндегі естеліктері, Қалмұқан Исабаевтың ажал аузынан дейтін кітаптары мысалы менің есімде жақсы сақталған. Қалай оқығаным, қалай қызығып қуалап жүріп оқығаным есімде. Болашақта балалар айтысы қандай деңгейге жетсе дейсіз? Осы 1 жыл болды ғой, балалардың айтысы қатты дамып келе жатыр. Балалардың айтысы болады жыл сайын. Балалардың ішінен көптеген талантты балалар шығып келе жатыр. Таңдай қақтыратындай. Сондықтан оның болашағы әлі алдында. Осыдан дүкен ақындар шығады. Айтыстың болашағы да солармен байланысты. Бұрын әжелер мен аталар өз немерелеріне ертегі оқып беретін, ал қазір ол әдет сәлмен азайып бара жатыр. Сіз өз немерелеріңізге ертегі оқып бересіз бе? Қазір менің немерелерім бәрі өсіп кеткен. Бәрі институт бітірген. Біреу-екеу сыртта шетелде жүр. Біреу Америкада, біреу Канадада, біреу Швейцарияда. Олар менің ертегі оқуыма жару емес, өздері оқып алады. Сондықтан мен ертегі оқып беремін деп отырып айта алмаймын. Сол жалпы ертегі балаларға немен көмектеседі? Ертегі деген қиялдың ұшқырлығына тәрбиелейді. Қазақтың ескі ертегілерінде көп қиял ғажайып оқиғалар жиі кездеседі. Бұл қалай болғанда балалардың қиялын тәрбиелейді. Сол жөнінен ертегі деген өте қымбат қазына ғой. Айтыскер болу үшін тума қабілет керек пе, әлде ол шыңдауға, үйренуге болатын қасиет пе? Үйренуге болмайды. Айтыс деген, айтыскер ақын деген Құдайдың құдіретімен болатын нәрсе. Табиғаттың берген сыйы оларға. Бірақ соны ағарай тәрбиелеу, ұштау, өзіңді жетілдіру ол ақынның қолындағы шаруа. Қазіргі уақытта көп ата-аналар барлығын өз балаларына беріп, көп еркелетеді. Солардың салдарынан көп қазіргі жастар болашақ өмірге барып, тез сынып қалып жатады. Сынып қалады деген түсінбеймін, бірақ масылдық психология деген бар. Көбіне сол жаңағы әкеге, шешеге сеніп алған, солардың көмегімен оқуды оқиды, солардың көмегімен мамандық алып, азамат болып шығамын дейді. Оның енді әр жағында негізінде бір бала сынбайды ғой. Өзіне ұстайды, жетілдіреді. Солай. Жақында Оразалы Доспановтың еске алуға арналған айтыс өтті. Сіз үшін Оразалы атаның айтыстағы орны қандай болды? Оразалы деген бір ғажайып талантты бала болды. Мен оны Алматыдағы педагогикалық университетте оқыдым. Кейін Оразалды соған келіп түсті, мені шақырды. Бір диплом жұмысын қорғайтын едім. Сол менің шығармашылық кешіме қатыстыңыз деп. Сосын өзім оқыған университет болғаннан кейін мен барып қатыстым. Оразалының өлеңдерін тыңдадым, айтыстарын тыңдадым. Өте қатты әсер етті де, мен Оразалының сол қойын дәптеріме түртіп алып, кейін айтыстардан қалдырмадым. Өте талантты бала болды ол. Көп ізденетін. Мұны қазақтың ауыз әдебиетін жақсы білетін, өзінен бұрынғы ақындардың, Көдектің, Құлманбеттің айтыстарын жатқа көп айтатын, сондай бір талантты, қабілетті жігіт болды. Қазір балаларды кітап оқымайды, телефонда көп отырады деп айыптайды. Әлі сана сезімі қалыптаспаған балаға ең алдымен қандай кітапты ұсынар едіңіз? Мен өзімнің балаларымның жастау кезінде оларға талап қойдым. Мен Мұхтар Әуезовтің Абай жолы эпопеясын оқыңдар деп, қазақша оқыңдар деп. Әзілхан Нұршайықовтың махаббат қызық мол-жылдарын бердім. Оқиғасын қызық көріп оқыса да оқиды ғой деп. Сол талабын талап. Бір кездері айтыста өтірік айтыс деген болды. Сіз өміріңізде өтірік айтқансыз ба? Өтірікті айтыс деген кезінде осы айтысты жіктеп берген Мұхтар Әуезов болатын. Бірнеше түрін айтып, күре айтыс, сүре айтыс, қайым айтыс, өтірік өлең айтысы, тау айтысы, балық айтысы деген. Соны біз де пайдаланып көрдік, бірақ ол уақыттың
көшіне ілесе алмай қалып қойды. Өйткені қысқа ғана форма оны ұзақ өмір сүруге ыңғайы келмеді. Ал өзім мен айтысып көрген адам емеспін. Сондықтан өтірікті айтамын ба айтпаймын ба, ол белгісіз нәрсе ғой. Үйде қандай айтасыз? Немерелеріңізге қаталсыз ба, әлде Жоқ. керісінше көп еркелетесіз бе? Қатал емеспін мен, балаларды жақсы көремін, еркелетемін. Қаталдық жоқ менде. Сізге айтыстан осы барлығынан қатты ұнайтын бір айтыскер бар ма? Менің жақсы көретін айтыскерлерім көп. Аманжол Әлтаев, Мақсат Аханов, Жансая Мусина, Әсем Ереже, көп қой, Нұрлан Есенқұлов. Осындай талантты ақындардың бәрін жақсы көремін, қатты сыйлаймын, құрметтеймін. Ата, өзім өлең шығарам. Енді менің бір жазған өлеңімді сіз бағалап жіберсеңіз, айтсам бола ма? Жете ғой. Мұзда жанған алау. Қанша ана әкелер зарлады ғой сағаттап, жүр ғой қанша атана өз-өздерін кінәлап. 2022-ні біз қиналып бастадық, неге көтеріліс болды деп билікті біз аттадық. Алматыны таптады, Маңғыстауды жатпады. Негізгі сылтау газ еді, жауған оқтар қаптады. Бәрін қырды атқылап, сосын қашты шапқылап, арықтар толды қаншама өзен шаққан қандарға. Мұның енді өлең деп айтуға келмейді. Талап қой. Сен 22-ші жылы сонда кішкентайсың ғой, сонда оқиғалардың шындығын білмейсің. Не жазу керек екен, қалай жазу керек екенін білмейсің. Сондықтан өлең ғажап деп өтірік айта алмаймын. Тағыңа нұр жаусын бірақ. Аумин. Ата, сізге келіп бір бала ақын болғым келеді десе, соған қандай кеңес берер едіңіз? Оқы деймін. Оқы. Өзіңнің алдындағы үлкен ақындардың поэзиясын оқы, жатта, үйрен, тәжірибесін ал деймін. Бұл көбіне ізденіспен оқумен келетін өнер ғой. Қазір біздің өміріміз мүлде бөлек. Әр ата-ана мейлінше баласының жағдайын жасауға, жақсының бәрін алдына тосуға тырысады. Бірақ мұның бәрі алжуаз ұрпақтың өсуіне әсер етті деп ойлайсыз ба? Етеді әрине. Ол жаңағы мен айттым алдында, масылдық психологияны қалыптастырады. Бәрі алдында дайын болғаннан кейін бала солай оңай екен деп ойлайды өмір деген. Бірақ өмір деген олай емес, өмір деген күреске толы, арпалысқа толы. Өзінің мақсатыға жету жолында қаншама қиындықтарын өтуге тура келеді. Солай. Сізде артқа қайта алатын мүмкіндік болса, сіз бала жүрсінге не айтар едіңіз? Артқа қайтатын мүмкіндік жоқ әрине. Мен алыс ауылда өстім. Орысша білмедім. Сонда сөйтіп жүріп, бірақ талпындым, іздендім. Өзімнің туысқандарыма орысша хат жазатын болдым. Соның бәрін қайта бастасам, сол орыстың тілімен келуге. Абай айтқан ғой, дүниенің кілті орыстың тілінде деп. Осында шындық бар. Сондықтан мен соны қайталар едім. Жүрсін ата, ата-анамыз бізге әлі күнге дейін көңілі толмайды, ұрсып отырады, жалқаусыңдар деп айтады. Сіздің кезіңіздегі балалық шақ пен қазіргі кездің балалардың айырмашылығы жер мен көктей ме? Жер мен көктей екенін өзің де жақсы біліп отырсың. Біздің кезіміздің балалары біз ауылда өстік, еңбекпен тәрбиеленді. Қой бағуға көмектестік, жылқы бағуға көмектестік, шөп шабуға, қи оюға көмектестік. Барлық уақыттың жазғы каникулың болсын, сол ата-анаңа көмектесумен еңбекпен өтетін. Қазіргі балалар ондай емес, қолы бос, көбіне сол жаңа өзің айтқан интернетті қарайды, телефон қарайды. Бұл екі өмірдің арасында жер мен көктей айырмашылық бар. Ата, біздің студиямызға келіп, сұрақтарымызға жауап бергеніңізге алғыс айтамыз. Енді сізден бір бата сұрасақ. Бата? Сендердің осы істеп жатқан шаруаларыңның өзі үлкен істің басы. Сондықтан үлкен өмірде жолдарың болсын. Ақ жүзді, абыройлы болыңдар. Амин. Аумин. Ата, келгеніңізге рахмет. Достар, сіздермен бірге болған мен Алихан Рзахан. Және де мен Айқынбай Ерман жүрсін. Чао. Сау болыңыздар.